Шымкент қаласы дін мәдениет зерттеу орталығында бізде негізінен 3 бөлім жұмыс жасайды. Оңалту бойынша және ақпарат түсіндіру бойынша, интернет әлеуметтік желілер бойынша. Дін істер комитеті тарапынан берілген индикатор нәтижелері бар. Сол индикатор бойынша біз толық жоспарда бекітілген нәтижелерге қол жеткіздік. Әртүрлі псевдо-салафилік немесе деструктивті діни ағым өкілдерінің лидерлері бар, басқалары бар. Олардың барлық жолдар бекітілгеннен кейін, жабылғаннан кейін көбінесе олар сол әлеуметтік желілерге басымдық беріп жатады. Жастарға келетін болсақ, жастар көп жағдайда löпіл басады, немесе парақшасымен бөліседі. Бұрыннан тыйым салынған шетелдік уағызшылар бар, немесе орыс тіліне, арабшадан орыс тіліне аударылған уағыздар бар. Солар таратады, содан кейін бар, олар қылмыс жауапкершілік тартылып жатқан жайттар бар. Біз енді мүмкіндігінше оқушылар, студенттермен айтып түсіндіруге тырысасың, бірақ адам психологиясында жалпы олар неғұрлым оны айтқан сайын соған ұмтылатын жайттар да бар да, немесе ол маған қатысы жоқ деп ойлайды. Әрине енді бір таратқан үшін, löпіл басқан үшін қылмыссыз қозғалып кетпеуі мүмкін, бірақ дегенмен соларды көре беру арқылы, солар тыңдай беру арқылы псевдо дүниелер қалыптаса бастайды. Сөйтіп солардың ағымға кіріп кету қаупі жоғары. Ақпарат түсіндіру барысында әлеуметтік желілерде Telegram, сайттар, өзбекше сайттар бар. Соларды осы өзбек тілді имамдар бар, солардың уағыздары, видеороликтерін сол Telegram арқылы салып отырып, жаңағыдай түсіндірме жұмыстарын жүргізуге, ескертуге, заңдарды айтып түсіндіріп отырамыз.